Тағы да қайырлы күн достар. Сіздермен біз кубик рубик жинауды жалғастырамыз. Қазір енді біздер өткен дәрістерде қозғағанымыздай алгоритмдерге кезек беретін боламыз. Біздер осы уақытқа дейін еске түсіретін болсақ, біздер бірінші ең алдымен мына көк түсті таңдадық және оған қосу белгісін жасадық. Қосу белгісін жасаған кезде де мынау жанындағы нүктелерге сай келетіндей етіп жасаған тұғынбыз, иә? Міне. Содан кейін біз не істедік? Бұрыштарын жинадық, бұрыштарын келтірдік. Оны алдыңғы видео дәрістерден көрулеріңізге болады. Енді кезек мына екінші қатарды жинауда. Міне осы кезде енді біз мына алгоритмдерге біздер мұқтаж боламыз. Себебі алгоритмдер болмаса, бұны жинау қиынға соғады екен. Олай болса, біздер тағы да еске түсірейік. Енді біз қараңыз, мынау тұрған бойы, енді біз бетін жинадық қой. Енді бұны біз теріс айналдырамыз. Яғни бізге мына көк түсі төменде болу керек. Енді біз не істейміз? Мына нүктенің сол жағы және оң жағын жинауымыз керек. Нүктенің сол жағы, оң жағы, сол жағы, оң жағы дегендей. Мына жерде қараңыз, міне бір жағы жиналып тұр екен. Міне дәл осы сияқты қылып қалғандарын жинап шығуымыз керек. Ал ол үшін біз алдымыздағы мынау алгоритмге жүгінетін боламыз. Ең бірінші мынау жоғары жақта тұрған мынау сызбаға көңіл бөліңіздер. Ол мына алгоритмді түсіну үшін бізге негіз болады. Мына ұстаған бойда осылай кубикті алдыңғы жағы беті деп аталады. Бізге қарап тұрған беті. Мынау сол жағы деп аталады. Мынау оң жағы, мынау үсті, мынау асты. Яғни біз таңдаған түс енді астына өтіп кетті. Енді осыларды біздер формуламен келтіреміз. Жоғарыдағы алгоритмменен қарап отырсаңыз, мына кубик болса, кубиктің сол жағында L деген жазып отыр. Көрдіңіз бе? L. Ал оң жағы R. Ағылшында A әрпі бола ма? R әрпімен белгіленіп тұр екен. Үсті U әрпі мен белгіленеді. Асты болса A әрпі мен белгіленіп тұр, астыңғы жағы. Ал беті болса, беті O әрпімен белгіленеді. Міне осыған сай біз формулаларды не істейміз? Мына жазылған формулаларды осыған сай оқитын боламыз. Енді қараңыздар. Енді алдымыздағы алгоритм, бірінші алгоритм оңға жылжыту деп жазылған. Оңға жылжыту дегеніміз, яғни мысал үшін алып келейік, қараңыздар. Қайсысы сәйкес келеді екен? Бұл жерде қазір әлі оңға жылжытуға біз келмейтін сияқтымыз. Біз солға жылжытудан бастайық, екінші алгоритмнен бастайық. Мына екінші алгоритмнен бастаймыз. Қараңыздар. Мынау солға жылжыту дегеніміз міне. Қараңыздар, міне. Мынау қызыл және сары тұр. Байқап отырсаңыздар, қызыл және сары. Бұл мына жерге келу керек. Қызыл және сары. Мына жерге алып келуіміз керек. Яғни осылай ұстап тұрған бойда солға жылжытамыз. Солға жылжыту дегеннің мәні осы екен. Түсінікті ғой? Ал ол үшін біз не істейміз? Мынау UX дегеніміз. Мына X дегеніміз сағат тіліне қарсы деген сөз. L болса, ол да сағат тіліне қарсы L. Яғни үсті сағат тіліне қарсы бұралады, сол жағы сағат тіліне қарсы бұралады деген сөз. U болса, үсті сағат тілі бойынша бұралады, X жоқ. L болса, сағат тілі бойынша, сол сағат тілі бойынша бұралады деген сөз. Ал енді мынау U болса, сағат тілі бойынша үсті бұралады. O беті сағат тілі бойынша бұралады. Мынау U үсті сағат тіліне қарсы бұралады деген сөз. OX болса, беті сағат тіліне қарсы бұралады деген сөз. Міне енді осы формуланы біз пайдалана отырып, кәнекей мына қызылды мына жаққа қарай түсіреміз. Не жазылған? UX, яғни үсті сағат тіліне қарсы деген сөз. Міне сағат тіліне қарсы бұраймыз үстін. LX
солы сағат тіліне қарсы деген сөз. Сол жақты мына сағат тіліне қарсы бұраймыз. Одан кейін у үсті сағат тілі бойынша, яғни үсті дұрыс дейміз. Үсті дұрыс. Л сол жағы енді дұрыс екен, сағат тілі бойынша екен. Яғни міне былай алып келеді екенбіз. Көрдіңіз ғой? Сағат тілі бойынша. Одан кейін у үсті сағат тілі бойынша, о беті сағат тілі бойынша бұралады. Одан кейін үсті сағат тіліне қарсы, UX сағат тіліне қарсы бұраймыз. Одан кейін OX беті сағат тіліне қарсы. Міне алгоритм аяқталды, және біздің мына мақсат тұтқан байқап отырсаңыздар, қызыл мен сары міне орнына келіп түсті. Байқадыңыздар ғой? Міне енді ары қарай осы алгоритм бойынша жалғастыратын боламыз.